work. Ох, бір не болып кетті. Не екран темный болып кетті. Жүрсең алыс жерлерде, аман есен оралшы. Неменен дұрыс көрмейді. Аспанда да жерде де, асып еренспенде де, жолың болсын, жол аушы. Жолың болсын, жол аушы, жолың болсын, жол. Что-то не то фильтр қосып қойдым ше. Қап-қара болып кетті, мына көзді ауыртып тұр. Басында қосатын кезде фильтр басып жібердім ғой деймін. Фильтр қосып тастадым. Ақтауда бәрі Димаштың концертінде дейді. Иә, естіп отырмын. Ұйықтасайшы дейді. Иә, ұйықтаймын, 12-ге дейін кішкене отырайын. Газельмен келдім, қайнар. Қысқа стрим неге дейін? 12-ге дейін. Бокс болып жатыр Казспортта дейді. Кімдер төбелесіп жатыр ма? Кім еді анау? Өзбектер ма? Бахадур Жалолов. Чемпион Жәнібекті неге көрмейсің дейді. Жәнібек мықты бір соперникмен шығып жатыр ма сонда? Кіммен шығып жатыр Жәнібек? Кіммен төбелесіп жатыр? Жәнібек ақыры сол чемпиондық бойға шыға алмай кете ме екен деп ойлаймын. Что-то промоутерлар не то. Тағы бір мешок тапқан шығар. Что-то промоутерлар не то. Жалолов жеңеді ғой. Жалолов жеңеді ол анық. Это он сопернигі шықпай қойған, басқа біреу келген шығар. Жәнібек жеңеді ол да точно. Жәнібек жеңілетін соперник емес. Жәнібекке мықты соперник керек, шығару керек қой. Енді оған жеткізе ала ма, жеткізе алмай ма? Уже өтіп баратқан сияқты, меніңше Жәнібектің потенциалы пигінен өтіп баратқан сияқты. Чемпион боламай кетеді деген, мен 70% ойлаймын. Жәнібек чемпион боламай кетеді деп ше. Кімдердің деңгейіндегі? Канело солардың деңгейіндегі. Генаның деңгейіне жете алмай кетеді деп ойлаймын. Өйткені өтіп кетті уақыт, өте көп уақыт. Жасы келіп баратыр. Уақытын өткізіп алды. Сол промоутерлер құртты да сол арумдаршы. Болдыртпағанда ол Жәнібек қызық болмай тұр ғой. Жәнібек қызық болмай тұр да. Финансовый жағынан, шоу жағынан ақша керек қой. Жәнібек қызық боксер болмай тұр.
Сондықтан да басқа балалар онымен шыққысы келмей жатыр да. Дұрыс, қысқасы не дұрыс жүрген жоқ. Неме еді? Канело бөлек лига, иә, бірақ соның деңгейіне жетіп үлгермейді дегенім ғой вообще. Промоутерлер дұрыс жұмыс істемеді деп ойлаймын. Либо оларда Жәнібек приоритетте болған жоқ. Менеджмент дұрыс болмады, иә. Жеке өз басым солай ойлаймын. Соған қатысты. Пиарщиктер әлсіз болғанда Жәнібектің өзі де шоумен емес қой. Шоу жасамайды деген сияқты. Проблема ол. Бәрін қатар алып жүрмесе қазір қиын да. Конечно, шоу керек, ақша керек қой. Шоу керек, ақша керек. Тот самый дейді. Тот самый болатындай не істеп қойып едің сен, Ера? 155 подписчигіңмен қалай сен тот самый Ера болып жүрсің, таңғалдым сен. Тот самый никому неизвестный ма? Эра. Тот самый никому неизвестный Эра. Қатырасың сен деші. Кішкене ник қойған кезде ойланып қойсаңдаршы, андай бір әдемі. Тот самый ноунейм Эра. Қатырасың. Ысқақ жұлдыз ұстапты дейді. Жоқ, енді дұрыс. Жарайды, ойлай бер солай. Мүмкін солай да шығар. Топчик ол запрос жіберген жоқ. Запрос жіберіпті. Бәні Ера кіріп атыр. Абайлап отырыңдаршы, жай-жай экраннан сәл алыс отырыңдар. Эра кірейін деп атыр эфирге. Что-то опасный. Тот самый дегеннен қорқайын дедім. Запрос жіберіп атыр ғой уже. Экраннан сәл алыс отырыңдар, абайлаңдар. На чеку тұрсаңдаршы, байқап тұрыңдар. Ассалаумағалейкум. Братан, сен қуып кетпесе сұраққа жауап берсе. Сен сұрағыңа жауап беруден де қорқайын деп жатыр ғой қазір. Жоқ, просто жауап аламын, шығып кетемін мен, болды. Артық әңгіме айтып мыжып өйтпеймін мен. Қандай сұрақ қойдың? Просто сен қуып кетіп жатсың, братан. Мен оған нем жоқ, мақұл ғой. Сұрақ үшін, братан, Құдай жоқ деп ойласаң, адамзат қалай пайда болды деп ойлайсың. Соны айтшы, братан, болды. Дальше артық әңгіме жоқ. Биология 10 класс 9 тарау. Мен оқымадым биология, маған айтшы, братан, болды. Оқымасаң қазір бар оқуыңа не кедергі? Допустим. Жоқ. Сен жауап берсе, братан, мен сұрақ қоймасай сен. Мен сұрақ қойып жатқан жоқ. Сен жауап бере алмайсың ба, олай айтпа. Мен саған адресін беріп жатырмын. Барып оқуыңа не кедергі деп сұрақ қойып тұрсың сен маған, братан. Барып оқуыңа не кедергі деп сұрақ қойып тұрсың. Сұрақ қойма, жауап берсің. Оқы сол жерде. Мен саған адресін беріп жатырмын ғой. Ладно, жақсы, братан, жауап бере. Асановтың оқулығы 10 сынып 9 тарау. Антропогенез. Как будто осылардың мектебіне жалдап тұрған сияқты да, мен талап ететін мен еще. Оқытсай дейді. Не оқытам мен саған? Сонда мектептерде қазір биология оқытпай ма? Мен таң қалам. Неге бірде-бір осы жерде өтіп жүрген? Әлде дінде жүрген оқымай ма? Қалай сұрақ, брат? Жақсы өзің. Не болып жатыр? Не Құдайды жоқ қылып жібердіңдер, нормально Құдайды. Ол баяғыдан Құдайға жабылып жатсыңдар, біреудің жұмағын сатып жібердіңдер ма, не істедіңдер? Баяғыдан болмаған ғой, просто бізді алдаған ғой. Жабылып жатсыңдар ғой, жан-жақтан. Біреудің жұмағын сатып жібердіңдер ма, не істедіңдер? Жабылып жатқан жоқпыз, біз қорғанып жатырмыз. Бізге жабылып жатыр әртүрлі діндер. Біз қорғанып жатырмыз. Олай да бола ма?
әрине біз защита пайыз. Мысалы арабтар бізге не қылып жатыр, тиісіп жатыр мысалы. Өздерінікін тықпалап. Тұлғаларын, тілдерін, мәдениетін тықпалап бізге қазір арабтар жабылып жатыр. Біз олардан қорғанып жатырмыз қазір. Құдайдың не қатысы бар деймін жерге? Енді Құдайды қара, арабтар Құдайды пайдаланып отыр ғой, сол өздерінің тілін, жерін, тұлғаларын тықпалау үшін Құдайды сылтауратып жатыр да. Олар айтып отыр, Құдай бар, Құдай бізді избранный қылып таңдаған, сол үшін біздің тілімізді құрметте, біздің тілімізде оқы, сосын біздің тұлғамызды әкеңнен анаңнан артық жақсы көр, біздің жеріміз қасиетті, сол жерге кел деп Құдайды сылтауратып бізге біраз нәрсе тығып жатыр ғой. Ондай түсінік жоқ сияқты еді. Қайдан Бұл байқамай жүргеніміз ғой просто. Көзіміз енді ашылып отыр дейсіз. Сол ғой, көзіміз ашылып жатыр ше. Айтып білмеймін, айтып біреу Құдай жоқ дейді, Алла жоқ дейді, бәрі жабылып. Сену керек. Соны айтамын, арабтардың бізде несі бар деймін да, кебап. Құдай жоқ болса қалай өмір сүреміз дейін, нормально ма негізі? Оны елестетіп көрмеппін. Рахат. Сол сен бір сөзің ой, рахат, жеңіл деп қаласың, қалай екен ол? Ол менің жалғыз өзімнің сөзім емес, ол бірнеше адамдардың айтқан пікірі. Құдай бар болса сонда кәдімгі салмақ бола ма, не ауыр бола ма, қалай ол? Конечно, ема, сені таңертең тұрғаныңнан туалетке кіргеніңе дейін біреу аңдып отырса, сен қорқынышпен жүресің ғой. Паранойя болып жүресің ғой, қорқып, қай жерде не істеп қойдым екен деп. Иығыңа 2 агент отырғызып қойған. Иығыңда 2 комитетчик отыр ғой, иығыңда білесің бе, бәрін жазып, наблюдение. Наружка қойып қойған ғой саған. Иығыңда 2 періште бар, наружка сені наблюдать етіп отырады. Одан бөлек бүкіл жер камера, ешқай жерде құтылмайсың. Бәрі жазып наблюдение десін де, сен под наблюдением. Шалыс бассаң ар жақта зона. Под камера жүре беруге болмай масын? Қорқып жүресің ғой, нені ар жақта, ол просто бақылап отқан жоқ қой, ар жақта сені неге кіргізеді ғой, білесің бе? Допрос камераға кіргізеді, сен өлесің ғой, допрос камераға кіргізеді. Екі тағы да опер келеді, плохой полицейский, хороший полицейский, 2 опер келеді да, сені прессовать етеді. Қылғындырады сол жерде, сені прессовать етеді. Сен қатты қорықпағысың ба жүрді? Одан кейін, короче, дұрыс өте алмасаң, мәңгілікке кетесің ғой, этаптан өтесің де, лагерге кетесің мәңгілікке. Кәдімгі подделу кетесің дейсің. Кәдімгідей, анау барасың, сотың болады, сотыңда кәдімгі бәрі подставный. Сен өзіңнің қол аяғың сені сатып кетеді ғой, прикинь. Қолың, аяғың саған қарсы показания беріп, сен шок ана жерде. Таразып тұр. Қолым, аяғым бәрі мені сатып кетсе, ненді соттайсың, басын соттай ма? Адвокатқа права жоқ, прикинь, адвокат шақырамайсың о жерге. Ауыр екен енді. Ондай нәрселер ешқайда жазылмаған ғой, қайдан тауып жатқандар. Жазылған бәрі бар дінде. Біз сонда қай Құдайға сеніп жүрміз, мен түсінбей қалдым. Білмеймін ғой қайсына сеніп жүрмін. Осындай әңгімемен бізді қазір қорқытып жатыр ғой имамдар. Не істейміз енді? Білмеймін, ойланайық отырып. Пока не поздно. Қандай вариант бар енді сенде? Ізденейік, ғылым білім қарап па, сөйтіп бірдеңе қылайық енді. Өз мәдениетімізбен өзіміз жүрейік. Сұрақ сосын бір сұрақ болған, кеше мен обедте кіре алмадым саған ше. Бізде хайлай болды ғой. Ой, не? Сантехник жұмыс жасаймыз да, жігіт болып ше. Ардында келісіп қойғанбыз, мен айттым, мен мынау ақшасы жетпейді ғой, 5 баланы қалай бағамыз десем. Берекесін берсін дейді. Береке деген не ол десем. Ау? Сосын? Берекесін берсін дейді. Береке деген не ол десем. Ол 100 теңге 1000 теңге болады деймін, 10 есе көбейеді деймін. Мен күніге 1000 теңге темекі тартамын, ол қалай ол деймін. Берекесін берсең 10 күн тартамын ба десем. Сен оны түсінбейсің дейді. Соны ойланып қалай болды.
мен айттым адамның көзі көрмейтін нәрселерді неғып айта бересің деп. Финансовый грамотный болсаң береке деген сол ғой. Мен Ақша орнымен жұмсай білсең. Назарбаевқа, Трампқа, Илон Маскқа берекенің не керегі бар екен, сатып алатын шығар олар деп. Иә, миллиардерлерге береке деген нәрсе керек емес ол. Олар ақшаны басқара білсең болды ғой. Бастысы негізі финансовый грамотный істеу керек. Негізі бізде береке деген ұғымды қаржылық сауаттылықпен алмастыру керек жаңа Қазақстанда. Білмеймін, 30 жыл болды береке деген көрмеппін, но қандай болатынын білмейді. Берекесін береді деп жүре бермей, оның орнына сол берекені жасайтын қаржылық сауаттылық, береке деп жүрген нәрсені соған үйретуіміз керек қой біз. Сосын бір досым айтады, перфоратор сынып біреудің көзі тиеді дейді, бля, темірге қалай көз тиеді екен деп ойланып. Темірге де көз, машиналарға да көз тиеді деп имекеңдер ұрып жатыр ғой қазір. Жап-жаңа машина коробкасы кетіп қалған. Оны алғанда жаңа коробка әкеліп салған, тағы кетіп қалған. Неме не бәле. Сөйтсе көз тиген, ананы оқып коробкасын жөндеп тастаған ба бірдеңе ғой. Темірге не қатысы бар? Адамға десе енді білмеймін енді. Темірге дейін тиген деп жатыр ғой. Машиналарға коробкасына тиіп жатыр ғой көз. Солай білмеймін, сол сұрақ сол еді ғой. Құдайға бәрі жабылып жатыр, не болып қалған деген ой ғой. Ештеңе жоқ. Өзіміз ойлансақ, еркін санамен табамыз бір нәрсе. Жарайды, келесі жасамайын. Жақсы. Машинаның лобовойына күйе жағып қою керек. Ол екі сақалды нормально жүр ғой. Сақалын қырып тастаған. Штраф төлеген ба бірдеңе, енді өздері айтты. Штраф төледік деді ма бірдеңе деді. Қазір күшті сөйлеседі, моп-момақан болып. Ешқандай агрессиясы жоқ. Сақалдарын алып тастаған. Әп-әдемі болып қалған екеуі. Пайдамыз тиді негізі, ол терапиядан жақсы өтті олар. iPhone 16-ға көз тиген болуы мүмкін ба дейді. Иә, көз тиген болуы мүмкін. О, iPhone-ыңды маған почтамен салып жер, егер неғып көрем, оқып көрем. Егер көз тиген кетір алмасам, ол iPhone-ды неге лақтыр жерім. Оқып, жаңағы бір салафанға салып, өзенге лақтыр жерім. Өйткені ол телефонды сен қайттан ұстасаң, саған жамандық болады да. Сосын өзіңе басқа телефон аласың ғой. О телефонды маған салып жер почтамен, мен оны көрейін ақырын. Көз тиген, тимеген, оқып. Егер оқуға келмейтін болса, онда басымнан айналдырып, суға лақтыр жіберем. Бәлесі өзімен кетсін. Сен өзіңе басқа телефон ал, не қыласың оны? Босқа жаңағыдай бәлеге ұшырайсың да кейін оны. Сондай жаңағы интернеті бос болып жүрген телефондарың болса салып жіберіңдер. Бұзылып жүрген машинелерің болса салып жіберіңдер. Оларды не қыламыз? Емдейміз да, короче. Басымыздан айналдырып лақтырамыз. Өзі алып алады екен деп ойламаңдар енді. Ондай жоқ. Бұндайға да сеніп қалатын адамдар бар астында. Сенбеңіздер ондайларға құрсын. Алаяқтардың дәурені жүріп тұр ғой, қанша деген бар ғой. Саған да сеніп жүр. Со сенбе деп айтып жатырмын ғой енді. Алаяқтардың дәурені жүріп тұр қазір. Абайлап жүріңіздер құрсын. Көрінген нәрсеге сене бермеңіздер. Сен де алаяқсың ғой таза дейді. Мүмкін. Мен де алаяқ болуым мүмкін. Маған да сенбеңдер. Ойланып, қарап, өздерің бастарыңды істетіңдер. Маған да сене бермеңдер. Қанша теңгеге оқисың дейді. Уже нелер түсіп жатыр, заказдар түсіп жатыр. Мола қиратқан жігітті көрдік, иә. Көз тиген машиналарды утилизация жасайын дейді. Нақ саған сеніп дейді. Абдырахман сенбей ақ қой деп жатырмын ғой енді. Сенбе десем, неменеге саған сенемін деп айтып жатсың да.
қуасың негізі ше. Жүрсең де алыс жерлерде аман есен оралшы. Аспанда да жерде де. Қабылбек этнокафе ашқан ғой, соны не дейді? Соны айтшы дейді. Иә, этнокафе. Отау деген Қабылбек Әліпбайұлы этнокафе ашыпты. Барып дәм татып қайтыңыздар. Қай жерде екен білмеймін, бірақ өздерің тауып алыңдар. Иә, Әділ мырза, тыңдап отырмыз. Брат, қалайсың? Жақсысың. Жақсы. Брат, мен Әділ деген анау стоматолог жігітпін ғой. Иә, айтыр. Просто бірдеңе алдында бірдеңе естіп қалдым да, соны шок болып бөлісіп кетейін деген ғой сонда. Жарайды, айтыр. Короче, алдында бір комментарийдан оқып қалдым да. Білмеймін, может, андай тексерілмеген хадис па. Бит жазыпты да бір жігіт. Сен өзіңнің типа пайғамбарға сомнение ұстауға болмайды ғой. Иә. Бит жазыпты да. Сен өзіңнің шешеңе сомнение ұстасаң болады дейді да. Мынау мен точно әкем ба, әкем емес па деп. Бірақ пайғамбарға сомнение ұстауға болмайды деп. Еба, мен соны естіп кәдімгідей шок болдым. Кімге? Иә, негізі бар, өйткені ол негізі бар дүние. Кімге? Омарға ма айтқан пайғамбарларшы? Сен мені жаныңнан артық жақсы көруің керек деп айтқаны бар да Омарға, сахабаларға. Сол кезде сахабалар сен жанымыздан артық жақсы көреміз деген. Одан бөлек пайғамбарды бүкіл туған туыс, әке шеше бәрінен артық көрмей, имандарың толық болмайды деген хадистер бар. Ол шынымен бар және оны мойындайды мұсылмандар бәрі. Себебі оны былай не болады. Ертең ақырет күнінде саған әке шешең не бола алмайды дейді. Шапағатшы бола алмайды. Әке шешең шапағатшы бола алмайды. Әке шешең сені есіңе де түсірмейді дейді. Әкесі баласын танымайтын ақырет күні болады. Сол кезде пайғамбарлар ғана үмбетін таниды деген әңгіме да. Содан кейін соны жоғары қояды. Ол рас. Жоқ, просто именно сол сен өз шешеңнен сомнение ұстасаң болады деп айтқан жер бар ма екен деймін да. Болуы да мүмкін, скорее всего, өйткені айтып отырмын ғой, бәрінен жоғары тұрады. Мен просто до конца сенгім келмей андай бір әлсіз хадис деген бар ғой, типа. Әлсіз хадис деп айтады ғой. Бірақ іздеп көру керек, несін білмеймін, қаншалықты сахих емес, оның жағын білмеймін. Сахих, иә. Статусын білмеймін енді оның қаншалықты кім жетті. Бірақ енді сол ана жігіт аргумент қылып әкеп тұр да, мен кәдімгідей. Мүмкін. Енді ананың астында комментарийда енді ана атеист жамағат жаман айтып отыр ғой. Сонда сен шешең арабпен, енді кешірім сұрайын, бірақ сонда да енді оның өзі айтып тұрған әңгімесі дұрыс емес та жігіттің ше. Негізі дұрыс емес қой, бізде соны айтып жүрік. Жалпы туған анаңнан бір басқа бір тұлғалар артық болған дұрыс емес қой. Қазір біреу мысалы Абылай ханды анамнан артық жақсы көремін деп айтпайды ғой ешқандай қазақ, яғни. Абайды анамнан артық жақсы көремін деп ешкім айтпайды. Өзінің қазақтан шыққан ешқандай тұлғасына қатысты ондай әңгіме айтпайды да. Әйтпесе өзінің ұлтының несі ғой. Бірақ басқа ұлттан шыққан адамды мен ешқандай қатысы жоқ, мәдени тарихи сол тұлғаны анамнан артық көремін деген. Брат, сосын тағы бір сұрақ бар еді. Анау есіңде ме, алдында бір жігіт жазды ғой. Түркістанда жатқан жігіттер, жатқан адамдар баяғы ата-бабамыз қазақтар емес деп ше. Кірді ғой бір жігіт. Иә. Сол жігіт личкаға жіберді ма, жібермеді ма? Жіберген жоқ ештеңе. Сол кезде мен біліп тұрмын да, ол айтып отыр да. Типа мұсылмандар емес десе, ол мұсылман емес десе, қазақ емес деген бұл аргумент қылып тұр да оны. Иә. Просто ол айта береді, қырсықтықпен, басқамен, көкпеттікпен айта береді. Бірақ ол по-любому подтверждение таппайды да бәрібір.
Жақсы, брат, рахмет. жақсы алыңыз. Что там, жамағат? Бокс не болып отыр, бокс? Қосмен қанағат не болды? Так, кім? Зауырбек бокстасып жатыр дей ма? Күрес болып кетті дейді. Өзі сондай болды. Енді ана клинчқа кіре беріп жатыр ма? Зауырбек күресіп жатыр дейді. Жәнібек шықпады дейді. Кім? Мұхаммед Сабыр. Кім еді? Сабырхан. Шықты ма, не болды? Ассалаумағалейкум. Уалейкум. Армысың? Армыз, бармыз. Қалайсың, бауырым? Жақсы, өзіңіз қалай? Ой, мына жерде қырғын дебат болып отыр ғой әйтеуір. Әрең қосылдым ғой саған. Қосшы деп отыр. Иә, айта беріңіз. Сұрақ не жайлы болып отыр, өзің не түсінбей жатырық қой өзі. Сұрақ деген әртүрлі тақырып тұр. Ешкім аргументпен келмейді әйтеуір. Бәрі келеді де сенің мазаңды алады. Сөйтіп үйренеміз ақырын. Дұрыс қой енді әрине. Әркім өзінің аргументі бар, әркім өзінің сенімі бар. Адам тұлға болғаннан кейін өзінің аргументімен өмір сүреді ғой. Соны түсінсе деп ойлаймын да өзім бір шетінен ше. Вот, все будет сразу. Ну, дұрыс қой енді. Жаңағыдегі сен енді Құдай жоқ деген сеніммен өмір сүресің. Біреулер Құдай бар деген сеніммен өмір сүреді. Енді сенің де көзқарасың дұрыс шығар. Құдай жоқ деген. Енді ғылыми көзбен қарасаң, және діннің айтып отқанның барлығы ертегіге ұқсайды, дұрыс па? Иә. Иә. Ысқақ, мен сені негізі қолдаймын. Діни көзқараспен, жоқ, діни емес, ғылыми көзқараспен қарайсың, дұрыс па? Дұрыс. Адамдар бар, діни көзқараспен қарайды. Жаңағыдегі пайғамбар не айтты, соныкі дұрыс деген шешіммен қабылдайды енді. Иә. Енді ғылыми көзқараспен қарасаң, жаратылыс бар жерде жаратушы болу керек, дұрыс па? Жоқ, ондай жоқ. Енді қараш, қазіргі Жаратылыс технологиялар... деп атасаң болады да, атамасаң болмай қалады. Енді, дұрыс қой енді. Сөзді қолдануға байланысты. Иә, енді, мен сені саласпаймын ба? Мысалы, жер бетіндегі тұрғызылып жатқан үйлер дейміз, көлік, машина дейміз, отырғызылып жатқан талдар, соның бәрі қарап тұрсаң, жаратылыс қой енді. Оның бәрі жоқ, ағаштың бәрі ағаш болды. Жоқ, енді дұрыс қой енді, ағаш дейміз, жаратылыс деген сөз неге қолданасыңдар? Жоқ, енді қараш, адам қолымен жасалған нәрселердің бәрі жаратылыс қой енді қарап тұрсаң. Жасалған нәрселер болды, оған жасалған нәрсе қолданбаса жаратылыс деген сөзді өйтіп манипуляция жасап, подмена жасап, адамды алдап. Жоқ, алдамаймын мен дұрыс, может мен сөзді дұрыс қолданған жоқпын ше? Сол ғой, содан шығады. Жақсы, енді сөзден де болады ғой енді. Кім қалай сөзді қалай түсінеді деген сияқты ғой. Мысалы да енді айтайын. Жасалған нәрсенің жасаушысы болады ғой, дұрыс па? Жасалған болса, иә. Енді ғылыми тілмен айтқан кезде жасалған нәрсе болса, оны біреу жасау керек. Ол өздігінен пайда болмайды. Біреу дегенде бір нәрсе десең болады. Енді жарайды енді. Мен сөзім солай ғой, біреу енді. Бір нәрсе деп айтайық. Біреу емес қой, мысалы, жартастағы суретті жасаған біреу емес бір нәрсе ғой ма? Енді бір нәрсе, жарайды. Жартастағы суреттерді жасаған ол мысалы су мен жел. Ол біреу емес қой олар, бір нәрсе ол. Су мен жел.
енді жарайды, су мен жел жартасқа сурет сала алады да енді. Сурет болмаса жаңағыдегі бір пейзаж дейміз ғой, не дейміз енді. Мынау ғылыми тілмен айтқан кезде. Иә. Енді ол енді кішкентай бөлік қой енді. О, қалай? Жартастағы сурет деген сияқты. Жоқ, кішкентай сурет бөлік қой. Иә. Дұрыс. Негізі дұрыс қой енді, анау фанатизм дейміз ғой, діни фанатизм дейміз. Дұрыс, енді адамдар сенеді. Енді анау әлсіз адамдар ғой енді. Ешнәрсе қолынан бір ешнәрсе келмей қалған жағдайда енді бір нәрсеге сүйену керек қой, дұрыс па? Ысқақ? Сүйеніп керек десең сүйенесің. Жоқ, енді дұрыс қой енді. Әлсіз адамдар енді білімге басы жетпей жатқан адамдар, жаңағыдегі бір нәрседен көмек ала алмай жатқан адамдар енді бір нәрсеге сүйену керек қой, дұрыс қой, дұрыс па? Енді сүйену керек те шығар, керек те емес шығар, өзі әркім өз шешеді. Иә, әркім өз үшін ғой. Ішкі түйсігіне келеді да. Жоқ, біреу үшін шеше алмайсың. Понятияны енді алып алады да сендер енді. Біреу үшін айта алмайсың, біреу үшін айта алмайсың. Иә, соны біреуге керек, біреуге керек емес. Иә, соны алады да енді Құдай деген ұғымды өзінің миына құяды да адам. Өзінің қолынан ешқандай әрекет жасамағаннан кейін. Сөйтеді да Құдай маған бермеді, Құдай маған жасамады деген позитивке көше бастайды ғой. Содан кейін Құдай деген ұғымды адамдар олар көп үлкен қылып өсіріп алады да. Құдай маған беру керек, Құдай маған жеткізу керек, Құдай маған неғып көмек бермеді. Және мынау неде эфирде примерно айтып отқан көз тию деген жаңағы өзің айтып отырсың ғой. Естіп қалдым коробка туралы ше машинаның. Ол техника ғой. Адам техникадан хабар болмағаннан кейін не істейді? Амал жоқ, көз тиді, бір нәрсе қылды деген аргументке көшеді да. На самом деле ол уақытылы май ауыстырылмағаннан, болмасағы металдың дұрыс жасалмағандығынан, сапасыз металдан жасалған коробка болғаннан кейін ол уақыт келгеннен кейін өзінің істен шығады да, дұрыс па? Енді жаңағыдегі дейді ғой, енді тура сол кішкентай жаңағыдегі мысалды адами тұрғыға қараған кезде олар не істейді? Өзінің дұрыс әрекет жасамағандығынан, өзінің дұрыс қадам баспағандығынан, өзінің білім алмағандықтан, финансовый грамотность жоқ дейміз, психологический, отбасылық отношенияны дұрыс оқымағандықтан, адамға қарым қатынас жасалмағандықтан, тәлім тәрбиесі дұрыс болмағандықтан, адамдармен дұрыс қатынастар болмағандықтан, олар не істейді? Бәрін бұзып алғаннан кейін, енді олар не істейді? Шарасыздықтан Құдайға жаба салғысы келіп тұрады адамдар ше. Сөйтеді да, Құдай менің жолымды жапты, Құдай мені қара жолға салды, черный полоса, белый полоса деп атады. Сондайға түсіріп тастады деген сияқты адам сондай психологически сондай ауысуға кетіп қалады да. Және айтып отқанымша. Енді дұрыс қой. Әркім өз көз қарасы дүниеге деген сондай өзінікі болады. Діни тұрғыдан қарағанда адам бір нәрсеге сүйенгісі келеді. Қазақтың тәрбиесінде ешқашан болмаған. Қазақта 3-ақ нәрсе байлаған ғой. Ят болады, жаман болады, сосын қандай еді? Обал болады. Обал болады. Міне, осы 3 позицияны қазақ дұрыс түсінсе, мысалы, бұл ғылымнан да білімнен де өте жоғары тәрбие да. Әл-Фараби айтып кетпекші, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген. Өте дұрыс қой, қалай ойлайсың, Ысқақ? Дұрыс. Мысалы, адам мәдениетсіз, тәрбиесіз болса да бар ғой, оны ешқандай дін дұрыс жолда алып жүре алмайды. Менің ойымша да бұл. Адам бірінші тәрбиелі, мәдениетті болу керек деп ойлаймын да. Үлкендерге орын беру, мысалы, автобуста болсын, қоғамдық орында болсын ше, бұл ең қазақтың ең үлкен тәрбиесі ғой. Біреудің алдында көлгірсіп күлу, жаңағыдей арсыз әңгімені айту деген сияқты тәрбие ғой енді қарап тұрсаң. Ең үлкен тәрбие осы қазақтың 3 сөзінде ғана жатыр ма деп ойлаймын да. Бұны осы 3 сөзді
баланың санасына қазірден құйып өсіретін болсақ, бізге ешқандай діннің де керегі жоқ сияқты. Сол қазір елде жайылып жатқан дінсіз ақ біздің ел өте күшті керемет ұлт болып шығатын еді да. Осы уақытқа дейін сондай ұлт болып келді. Енді арасында енді ксро одағының кезінде сондай бір нашар дінге кіріп жаңағыдегі жолға бұрылып түсіп кетті. Содан қазақтың жаңағыдегідей менталитеті бұзыла бастады ма деп ойлаймын да. Бұл дінде тұрған ештеңе қатты несі жоқ. Ол атеизм болсын, синтоизм, иудаизм, исламизм, христианизм, ол бұрыннан келе жатқан нәрсе ғой енді, бұрыннан адамның жаңағыдегі өзіне тауып алған сенімі ғой енді қарап тұрсаң. Бірақ ол адамға берілетін тәрбиені дұрыстамасақ, ол ұлт болып қалуымыз өте қиын. Кезіндегі алаш зиялыларының барлығы ұлттың дұрыс тәрбие алуын өте бүйтіп қадағалаған, соны игере алмай жатқан қазіргі қазақтар ғой тек қана сол тәрбиені, сол менталитетті алып келе алмай жатыр да ортамызға ше. Ысқақ дұрыс па? Айтпесем, дінсіз болсын, діннен болсын, қоғам дамиды тек қана ғылыммен ғой. Ол ғылым жоқ жерде, ол дін алаяқтықтың тірлігі болып кетеді ғой. Қазіргі имамдар жүр ғой, неше түрлі алаяқтықты жасап ше. Жоқ нәрсені барға шығарып, өткенде біреу жүр, жұмақтан жер сатылады деп, оны енді ашып айту керек та ол ше. 700 мың теңгеге жұмақтан жер сатып аласың деген не әңгіме? Ысқақ? Күлкілі ғой, дұрыс па? Естіліп жатырмын ба, Ысқақ? Эфиріміз дұрыс болмай жатыр ойым, иә? Жақсы Нұреке, рахмет. Алыс. Модыр үшін. Тіріміз. Дұрыс, арқа. Есітіп жүрегім ауырып кетті. Қатты сенген едім дейді. Ойбай, не нәрсеге жүрегің ауырып кетті, Гүлнар ханым? Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсың бауырым, жақсысың ба? Жақсы. Осы сен елде осы жамандап жатады ғой, не үшін? Түсінбедім. Сені елдер жамандап жатады ғой, не үшін дейді. Енді ұнамайтын пікірлер айтам да оларға, сосын жамандайды. Қандай пікірлер? Енді олар ешқашан сын естімеген дін мәселесі ғой енді дейтіні. Олар діндеріне ешкім ешқашан сын айтпаған, имамдарға сын айтпайды ешкім. Сол имамдардың мына жерде мынандай айтып жатыр десең ренжіп қалады да, сосын мен жамандайды. Діннің мына жерінің мынандай жағы бар ғой десең, соған ренжіп қалады. Сосын жамандайды. Өзің мұсылмансың ба бауырым? Жоқ. Бұрын негізі намаз оқығансың ғой да? Е. Қанша жыл? Аз уақыт. 1 жыл шығар. Кайфіне кіре алмаған екенсің ғой. Не кайф бар ол жерде? Түсінбегесін айта алмайсың ғой енді оны. Суды қолмен істей алмайсың осында сен. Енді наркомандардың да өз кайфтары бар, әркімнің өз кайфы бар. Оларды да түсіне алмаймын енді. Азартниктердің өз кайфтары бар. Өзің сенімің қандай сонда?
Сенім жоқ. Вообще ма. Таң атады, кеш атады болды. Сол таң мен кештің ортасындағы өміріңнің бәрі мәні сол жерде емес па? Таң атады, кеш батады екен деп енді. Мән жоқ па сонда сенде таң мен кештің ортасында құлшылықтан басқа? Жоқ, ол бөлек нәрсе ғой. Жалпы адам туылып атады ғой. Солар қайдан келіп жатыр, өлген адам қаққа кетіп жатыр, ойландырмай ма? Ойлансаң табасың ғой жауап. Не екенін сол айтшы. Туған балалардың қайдан келіп жатқанын айтайын ба? Тіршіліктің дамуы кәдімгі биология бір жасушаның күрделеніп солай келеді, туады, өмір сүреді. Жарайды, өлгендер ше? Өлгендер қайтып келмейді. Өлгендер жаңағы ағзасы, бүкіл памяти бәрі жоғалып кетеді. Соответственно, өздері де жоқ, олар да жоқ, бәрі жоқ. Ешқандай бір сенім, ештеңе жоқ болатын болса, адам былай деймін, өмірі бір қалыпты болатын болса, неге бәрі стандарт өмір сүрмейді? Сенімдегі адамдар ғой стандартпен өмір сүретін, бәрі бірдей өмір сүреді. Сенімде жоқ адамдар ол алуан түрлі өмір сүре алады, мысалы. Бүгінгі күнің ертеңгі күніңе ұқсат па? Өмірін айтамын да, Құдай жоқ не дейтін болса деймін да, бәрі бір жаста қайтыс болып кетпейді деймін. 100 жас па, 100 жас болды конкретно. Сен адам деген мына үлкен әлемнің кішкентай ғана бір бөлшегісің да. Сондықтан да сен контролировать ететін нәрселер аз ғана. Сен контролировать ете алмайтын факторлар көп. Сондықтан да сен қашан өлетініңді, қашан өмірге келетініңді, оны сен анықтай алмайсың. Мына әлемнің сен титтай, атомдай ғана бөлшегісің да. Сондықтан да басқара алмайсың. Егер бүкіл частицалар мен барлық әлемдегі қозғалысты басқара алатын болсаң, сен болашақты да білуші едің. Қанағаттанбадым жалпы ше, жарайды не ма? Сен қанағаттанбайсың, хан. Сен қанағаттануың үшін мен саған қазір діни уағыз айтып берсем, сен ой машалла деп жаңа көзіңе жас келіп тебіреніп осы жерден шығатын едің. Саған сол ғана қанағаттандырады. Сен жалпы діннен тыс әңгімеден бір қанағаттанатын жауап күттім деп мені алдамайтын шығарсың деп ойлаймын. Түсінбедім. Діннен тыс әңгіме саған қанағаттанарлық жауап болады деп ойламадың ғой сен ешқашан? Или ойлаған кезің болды ма? Жалпы сенен қанағаттанатын жауап ала алмай жатырмын. Жоқ, сенде мынандай вариант. Жоқ, сенде қара, сенде діннен тыс, қараш, сенің сұрағыңа діннен тыс берілген жауаптың сені қанағаттандыруы мүмкін деген вариант бар ма? Әрине, діннен де тыс өмір бар ғой жалпы. Иә, діннен тыс, дініңе қайшы келетін түсініктер сені қанағаттандыратын жауап бола ма? Дініме қайшы ешқашанда ғой. Дұрыс, онда сен бағанағы сұраққа мен қанағаттанбадым деп айтуыңның өзі бессмысленный нәрсе де. Сен и так оны қанағаттанбайтынын біліп тұрсың ғой, себебі сен дініңе келетін нәрсе айтпаймын ғой. Жарайды. Не ғой? Сен жаңа уағалейкум ассалам дедің ғой, сол қалай болды? Ол деген араб тіліне құрмет. Мысалы, сендердің араб тілдеріне құрмет. Болды. Машалла. Сондайдан басталады, искрадан от пайда алады, оттан ұшын алау болады. Біртіндеп түгел араб болып кетеміз десе, сөйтіп біртіндеп. Жоқ, араб болып кеткен. Араб ол бөлек нәрсе, қазақ бөлек қой бауырым. Енді мен қазақпын да. Мен қазақпын, мысалы, ассаляму алейкум деген сөздің мағынасын түсінбеймін. Қалай ол қазаққа қатысы бар? Ата-бабаң солай амандасқан ғой. Ата-бабаңды түсінбей амандаса берген ба бір-бірімен? Сонда амандасу деген сөздің өзі саулық сұрау емес па? Мен саған кеп, мысалы, қазаққа кіріп, холя, коместас деп, сосын ары қарай әңгіме айтып кете берсем, мен амандасқанда не сұрағанымды білмесе, олар амандасқан бола ма? Жоқ, енді сен ассаламу алейкум деп бүгін естіп тұрған жоқсың, дұрыс па? Бұрыннан келе жатқан. Жоқ, мен қазақпын, мысалы, мен ассаляму алейкум мағынасын білмеймін, мен оны түсінбеймін, оны маған аударып беру керек.
маған сен мен түсінбейтін тілде амандасасың да ары қарай әңгіме айтып кетесің. Мен сенің аманыңды амандық болды деп санамаймын. Сен қазақша бірдеңе айтсаң, менен сұрасаң, мысалы жағдайың қалай десең, мен айтуым мүмкін. Жағдай жақсы, өзің қалай? Міне амандастық біз. Ал сен маған келіп, ¿cómo estás? Hola десең, екеуміз амандасқан жоқпыз. Дальше біз просто амандаспай сөйлесіп кеттік те. Сен ассалаумағалейкум дедің, уағалейкум ассаламды жауап бердің, болды, әңгіме аяқталып қалды уже. Мен мағынасын білмеймін, мысалы сен маған өлім тілеген шығарсың, мен қаяқтан білемін оны. Жоқ, уағалейкум ассалам деп айтып тұрсың, біліп тұрсың, бәрін прекрасно. Иә, мен айтып тұрмын, просто мен сенің тіліңді білмеймін. Білмегендіктен де әйтеуір сол білгенінше айтып жатырмын. Бірақ мен ол мағынасын түсініп тұрған жоқпын. Сен маған не тілеп жатқаныңды. Или менен не сұрап жатқаныңды түсініп тұрған жоқпын. Жарайды, оны қоя салайық. Не ғой енді ше, бізде араб қол дейсің да, мысалға да. Бір Қазақстанның ішінде жүріп, екі қазақтың арабша сөйлесіп тұрған көрмейсің, вообще бар емес пе? Сөйлесейін десе арабша білмейді ғой просто. Я болмаса сәлде оранып, я болмаса бір жарайды, хан, сен арабша білуді армандайсың ба? Жоқ, арабша білуді емес, тек Құдайдың жолын білуді армандаймын, болды. Құдайдың жолын, араб тілін білмесең, Құдайдың жолын біле алмайсың ғой. Салт дәстүрі неге бәрі ашылып жатыр қазір? Қазақ тілінде бар, аудармасы бәрі жетеді. Ол аударманың бәрін түкке жарамайтын қылып тастады ғой қазір. Сондай былайша дінде жоқ дейтін адамдарға бәрі жоқ қой, короче. Дінде жоқ дейтін емес, имамдар айтып жатыр, ол қазақшасынан ештеңе түсінбейсің деп жатыр ғой. Мен мысалы түсінбеймін, оны атеист бірдеңе деп атады ғой. Мысалы атеист былай келгенде деймін да, сол бізді араб құл дейді да былайша. Қазақпыз ғой, дініміз араб. Сен қазақ тілімен Құдайды түсіне алмайсың, соны білесің бе? Сен қазақ тіліңмен Құдайды түсіне алмайсың. Сен Құдайды түсіну үшін сен арабша білуің керек. Себебі Құдай саған жіберген сообщениесінің бәрін арабша жіберген. Оны түсіну үшін саған араб тілі керек. Енді орыс тілдерінде мысалы түсініп жүрсіңдер ғой, соларға неге шырылдап айтпайсыңдар ғой? Орыс тілінде де түсіне алмайсың Құдайды. Үйіңде бала шағаңа дейін папа маман деп кетті ғой қазір. Енді ағылшынша да ол пайда жоқ, ол орыс тілінен де. Айтып отырмын ғой, тек қана бізге пайдасын тигізетін араб тілі ғана. Құдайды түсінуге көмектесетін бір ғана тіл бар, ол араб тілі, сенің түсінігіңде. Қазақ дейсіңдер да, жалпы енді қазаққа қатты жандарың ашса деймін. Не үшін сол орыс тілін тазаламайсыңдар? Тек қазақтың киімін келесіңдер де 22 наурызда киесіңдер болды ше. Сол саған қатысы жоқ болғаны? Неге қатысы жоқ? Мен қолымнан келгенше жасап жатырмын бәрін ше. Қазақша амандасудан бастаса қолыңнан келе ме? Қазақша амандасу емес, біз дінде бар нәрсе ғой, солай амандасылады ғой. Сен дініңнің тілінде амандасасың да, қазақ тілінде амандассаң бірдеңе кете ме? Жоқ, дінге тиіспей-ақ қойдым да, бірінші анау шырым-пырым бұл жүрген жаңағы орыстан тазалау. Жоқ, біз мына жақта, жарайды, сендерге қатысы жоқ. Біз мына жақта орыс тілімен күресе берейік. Сендер мына жақта арабтандыра бересіңдер ме ақырын? Енді арабтанбағанда не қалды? Жаңа арабша амандасып артынан машалла дедің. Не ол машалла деген мысалы? Жоқ, арабтың деймін да, былайша келесіңдер де, арабтың бір ешқандай салт дәстүр жоқ қой бізде. Я бір арабша сөйлеп жүрген адам жоқ. Арабтың салт дәстүрі киініп жүрген адам жоқ. Сонда біздің жазығымыз деймін да, арақ ішпенде. Қалай арабша киініп жүрген адам жоқ? Неге өтірік айтасың? Қалай басына сәлде орап жүрген қазақ көрдің ба? Имамдар не орап жүр басына? Ата бабаң не киген бұрын? Ата бабаң тақия киген, имамдар басына не орап алған анау? Тюрбан ба? Мұсылмандар киеді ғой сол тақия дейміздер. Жоқ, қазақтың сен имамдардың басындағы бас киіммен қазақтың тақиясын ажырата аласың ба? Тақия енді сол бізде бар ғой, тақия киілу керек қой солай мұсылмандарда. Ол ата бабаң сол мұсылман болған сондықтан киген ғой. Діни намаз оқығанда киетін киім деп кәдімгі көйлек киіп жүр ғой имамдар қазір. Қойшы. Көрмедің бе? Жоқ, арабтар ол сен өйтіп нетпе. Паранжа саған қатысы бар ма ұлтыңа? Түсінбедім. Паранжаның қатысы бар ма ұлтыңа? Түсіндіріп айтасың ба? Мен ондай ше, мен ғылыми жағын кіре алмаймын. Паранжа деген ана көзі ғана көрінетіндер киім. Жоқ. Дінде олай бұйырылмаған біздерге. Жоқ, ол дін болса солай, дін жоқ, дін болмаса олар солай киінетін бе? Жоқ, енді ол неше түрлі ағым бар ғой, бауырым. Сен сияқты бар емес па, былайша. Ислам болмаса ағым бар. Исламға кірмеген адам ағымға кіре ма? Просто саған айтатын бар емес па, бауырым, не қыласың, өзің адастың ба, тыныш жүрсей, жұртқа ондай қылып, оны ашып беремін. Сен өзіңді тура жол, жарайды, сен осы әңгімеңді сен егер
діни басқармаға айта аласың ба, мысалы, адассыңдар, тыныш жүріңдер деп? Неге айтамын? Олар түзу жолда ғой олар деген. Біз бәріміз Қаяқтан Аллаға білесің шүкір. түзу жолда екенін, қайдан білесің? Сен ажырата аласың ба ағымдарды? Өйткені де қазір қарап отырсам біздерге анық нәрселер мынандай нәрсе де өзің адам Жоқ, жанына қалай сен мысалы, Орташа сен айтайын өзің осыны, сәләфисің ба? Сен сәләфисің ба, Өзің матуридисің ба, мысалы? Мен ба? Абу Ханифа ғой, Ханафи. Енді сен Абу Ханифаны ұстанушы мен ұстанбайтын сәләфилерді ажырата аласың ба? Жоқ, саған тұра тұршы. Тақтатса мен айтайын да. Просто деймін да, мен былайша жай жалпақ тілде сөйлейін да, мысалы ондай жаңағыдай кіре алмаймын мен ше, өйткені оған білімім жетпейді да, сөздің тазасы бар емес пе еркекше. Мысалы былай өзім түсінігім бойынша айтайын. Былайша біздерде былай да, туған туысыңмен жақсы бол дейді, ұрлық жасама, арақ ішпе, зина жасама. Жақсы бола алмайсың туған туысыңмен. Я, тоқтаса енді айтайын, жақсы нәрселерді ше, бұйырады да жақсы жолдарға ше. Осы сөзің қазір осы жерде өзіңе өзің қарсы шығасың, сен тұра тұршы. Сен өзіңнің туған туысыңның ішінде, мысалы, жақын араласатын бауырың атеист болса, сен оны дальше бауырым деп санайсың ба? Жоқ, бауырым деп санайсың ба, оған дұрыс жол түсіндіресің ғой. Түсінбесе енді. Жоқ, түсінбейді ол дұрыс жол. Өрлеп болған жүрегін қалай ашасың оны? Атеист болса, оны дальше бауыр болып, мұсылман кезінде қалай аралассаң, дальше солай араласа аласың ба сол адаммен? Мен лишний өзім солай араласа аламын, бірақ мен дұрыс жолда оған сілтеймін өле-өлгенше ше. Ол Құдай саған айтты ғой, байлықты дейді, кез келген адамға бере салам дейді, иманды өзім қалаған адамға берем дейді. Өтірік. Бұл деген таза адамды алалау болады. Егер Құдай өзі иманды таңдап біреулерге беретін болса, онда имансыздардың еш кінәсі жоқ. Ай, жоқ. Мен енді бір нәрсе айтайыншы, сөзім бөлмеш. Мен жаңа да айтып жатқан, біз сол жолмен Аллаға шүкір. Егер ертең дейін алқымға сәт келеді, бөлмесе енді мен айтайын, сен сөйлей бермесің. Тыңда, тұра тұр, ой, бөлмегенде сен кете бересің айтылға, тұра тұр. Егер сенің сөзің рас болатын болса, Құдай қалаған құлына иман беретін болатын болса, онда имансыздардың ешқандай кінәсі жоқ, себебі оларға иман бермей отқан Құдайдың өзі да. Енді олар иманды Құдайдың қолынан жұлып алмайды ғой, оларда иман жоқ, себебі оларға иман бермей әдейі подставить етіп отыр Құдай. Чтобы оларды ертең азаптау үшін оларға иман бермей отыр әдейі. Егер сенің сөзің рас болатын болса. Жоқ. Оны ашу керек, қарымы қарай, түбінде ше ашу керек қой бәрін. Енді ашып айт давай, Құдай бере ма, иманды жоқ, адам өзі таба ма? Құдай береді ғой. Сен сөйлетіп отқан Құдай беретін болса, имансыз адам ол Құдайдан иманды тартып алу керек па, не істеу керек ол? Тозаққа түспеу үшін. Мен сөзім бөлмесе, мен айтайын. Мен бағана сөзім бөліп тастадым ғой. Мен айтып жатырмын, сондай жолдар бар. Мен саған түсінікті айтып кеттім, мен білім жағына кірмеймін. Қандай жолдары бар? Құдайдан иманды тартып алатын жолдар бар. Бір жерден қателесіп кетіп, біреулердің атынан жайма бір әңгіме айтып қоюым мүмкін да. Құдайдан иманды алып алатын жолдар бар ма? Түсінбедім. Қандай жолдар бар? Түсінгенім бойынша айтайын да, мен аяқталмаған әңгімемді айтайын да. Мен сондай жолдарды біздерге ұсынды. Осылай қал, алажып аттама, арақ ішпе, жаңағыдай жақсы нәрселерде, жақсы жерлерде бол деді. Егер деймін да, осылай біз өмір сүреміз ғой сондай сеніммен. Біз өліп қаламыз да. Сендер осындай сеніммен жүрсіңдер да, егер өліп қалғаннан кейін біздің сеніміміз анық болып шықса, айқын болып шықса қалай болады? Соны сұрағым келеді да. Егер олай болмай қалса, жоқ, проблема емес. Ондай болмай қалып жатса, біз өкінбейміз да, өйткені жақсы өкінесің, хан, қара. Мен сенің сұрағыңа жауап берем, бұл сұрақты саған айналдырып қойғанда сен жауап бере аласың ба? Жоқ, қара. Мен бұл сұраққа жауап берем, осы сұрақты айналдырып саған қойған кезде де жауап бересің ба? Жоқ, қойсайшы. Жақсы, қара. Егер сенің Құдайың рас болып қалса, ол Құдайдың жіберетін тозағына мен баруға дайынмын. Неге? Себебі оның уәде етіп жатқан жәннаты адам қызығатын нәрсе емес, біріншіден. Екіншіден, ол Құдай өзін мойындатуды жақсылық адамның жақсы жамандығынан артық қоятын Құдай да. Адамның жақсы жамандығына емес, өзін мойындап табанын сүйгенін артық қоятын Құдай. Жарайды, ондай Құдайдың жарайды әділетсіздігі үшін жіберген жеріне барамыз, әңгіме жоқ. Енді саған қатысты, саған айналдырып қойсақ. Сен сенбейтін бір діннің Кришна Құдайы бар болып қалса, сен не істейсің? Мен өкінбеймін, еш нәрсеге де. Былайша осы кезде мен тірі жүрген кезімде жақсы өмір сүріп жатырмын ғой, бастысы ше. Бастысы бар емес, жақсы өмір сүріп жатырмын осы кезде. Бірақ сен айтып тұрғанда ешқашан болмайды ғой ол.
Сен айтып келе жатқан құранның ол баяғы пәленбай ғасырдан бері келе жатқан нәрсе. Сендер жеңде какой-то бір тобыр болып аласыңдар да, 10-15 жыл әр жерден шулап ше. Сондай болып келесің, қағбаны айналып жүрген жылына қанша сәждеге жатып жатқан миллиардтаған адамдар ақымақ па сонда? Сол қағбаны жоқ, қағбаны айналып жүрген адамдар ақымақ емес, ақылды адамдар да алданып қалады да. Ал сол қағбаны айналдырып содан миллиардтаған ақша тауып отқан арабтар сол қағбаны айналып жүрген адамдардан 10 есе ақылдылар. Келісесің бе соған? Жоқ, келіспеймін мен. Не үшін Келісе де келіспейсің? алмаймын. Жоқ. Не үшін келіспейсің? Қағбаны айналып біреулерге миллиардтаған доллар пайда беріп жатқаныңды. Алланың разылығы үшін дейсің да, мысалы қалтаңда. Алланың емес, меніңше ол жерде Алла емес, арабтар разы болып отыр деп ойлаймын. Мен де разы болар едім. Мен Түркістандағы арыстан бабты миллион адам айналып жылына миллиард доллар пайда табатын болса, мен де разы болып отыратын едім. Ой, ол сенің түсінігің ғой. Жоқ, просто мен 700 мың теңге расход ақшам шығады да, бірақ Алланың разылығы деп мен сол нәрсені өзім орындадым деп көңілімді бірлеп келсем бар емес па? 700 мыңды былайша еркекпіз ғой. Бір айда құрып тастап отырып былайша бар емес па? Ақша емес қазір ол 700 мың деген. Просто сонда сені ертеңгі күнмен алдап, Құдаймен алдап, сенің ақшаңды ала берсек, сен өзің тойып жүре берсең, нормально. Жоқ. Бір құртылусыз, бір түртілмей келе жатқан Құран кітабы өтірік болуы мүмкін емес қой, бауырым. Қайдан білесің түртілмей келе жатқан? Қазір любой кітабының авторына дейін, баспасына дейін өзгеріп кетіп отыр ғой. Құранның түртілмей келе жатқанын қаяқтан білесің? Оның қанша версиясы бар? Жоқ. Оны сен Құранның толық қарашы, Құран сол кезде жазылып, кәдімгі қазіргі мұсхафпен бірдей аят саны, сөздер саны бірдей, сол заманға тән Құран бар ма? Қазір енді оқып жатқан Құранның ішінде қандай сен минустар көресің былайша? Адамға теріс қарай, бір түшкеп беретін нәрсе бар ма ішінде? Бүйтінде. Бар. Адам болмаңдар, теріс қарай кетіп қалыңдар деген жер. Бар. Айтшы. Иман келтірмегендер мал сияқты, бәлкім малдан да төмен дейді. Нормально ма саған осы? Сен енді жұмысқа тұрасың ғой бір жерге. Жұмысқа тұрғанда саған бастығы айтады ғой. Жұмыстың тәртібі осылай дейді. Сен істейсің, саған жұмыс туралы сұрақ қойған жоқпын ғой. Сен мысалы қара, иман келтірмегендер мал сияқты, және мал немесе малдан да төмен деген бұл біздің конституцияға қайшы сөздер. Қазақстанда сенімі негізінде, ұлты, нәсілі, шығу тегі негізінде адамдар кемсітуге болмайды. Ал сендер Құран кітабында сенімі негізінде адамдарды мал немесе малдан төменге кемсітіп отырсыңдар. Дұрыс па, дұрыс емес па осы? Жоқ, мал деген жер келтірілмеген жерде. Ағраф сүресі 178 аят. Қазір Құран бар ма? Аш. Айта бер. Ағраф сүресінің 179 ба, 178, 179 аяттарын ашып оқышы қазір. Мен қолымда ондай мүмкіндік жоқ. Енді жазып ала сал бір жерге. Оқи берсе, өтірік оқымайтын шығарсың, оқи берсе. Сондай аят бар. Оны нелерде айтып жүр, имамдар да айтып жүр. Нұрсұлтанның айтқанын естігем, Қабылбектің айтқанын естігем осыны. Жоқ, сендер енді сен осындай нәрсе қолға алдыңдар ғой, бір нәрсені мысалы халыққа бір. Сен қара, әңгімені бұрып әкеттің да өзің. Насихат жасап Тұра тұр, сен жаңағы аятқа қатысты пікіріңді айтпадың ғой. Жоқ, ол мен саған бағана әңгіменің басында айтып кеткенмін, сен сөз ұқпайсың ба, түсінбедім. Маған ғылыми жағына кірмей-ақ қой, мен қазір бір жерге. Мен саған ғылыми жағын сұрап тұрған жоқпын. Сенімі негізінде менің дініме сенбегендер малсыңдар деп айту дұрыс па, дұрыс емес па? Енді аят саған тақпақ емес қой, бауырым. Жоқ, осылай айту дұрыс па, дұрыс. Сен адам ретінде нақты пікіріңді айтшы маған. Менің дініме сенбегендер малсыңдар деп айту дұрыс па, дұрыс емес па? Жоқ. Онда малсыңдар деген нәрсе мен білмедім. Сен не естіп тұрмыз сонда? Жоқ, енді естігенге дейін сен айтшы пікіріңді, дұрыс па, дұрыс емес па олай айту? Қалай дейсің? Менің дініме сенбегендер малсыңдар десең дұрыс па, дұрыс емес па? Сен жаңа оқып берсей маған. Сен пікіріңді айтсай алдымен адам ретінде, тұлға ретінде. Оқып бер. Сен сонда қазір оқып берсем, ол дұрыс дей салайын деп тұрсың ба? Түсінбедім. Солай аят болып тұрса, сен оны дұрыс деп айтайын деп тұрсың ғой. Қысқа жауап айтайын ба? Алланың сөзі де рас, өзі де рас деген конкретно. Демек, қара, енді осы позицияны сендерге қатысты басқа діндерде қолданса бола ма? Мысалы, христиандар Исаны Құдай демегендердің бәрі малдар деп айтса, олардікі де дұрыс дейміз ба?
енді олардың сенімі солай ғой. Дұрыс. Бірақ Әркім мен өз сеніміне ойлаймын, дұрыс. Әркім өз сеніміне сүйеніп, сол сеніміне сенбегендерді малға теңей берсе нормально ма сонда? мен оған иман келтірмеймін. Әркім өз сенімінде болады. Сен де мысалы өзің темаңды айтып жатсың ғой мысалы. Жоқ, бізде бір кітап жазып алып, сонда атеист еместердің бәрі малдар деп жүре берсек бола ма? Енді соқыр адамдар ізіңе ереді, сонымен жүре бересіңдер ғой. Біздікі де дұрыс бола ма сонда? Атеист Атеист болмағандардың бәрі малсыңдар деп жүрсек, біздікі де дұрыс бола ма сонда? Сен қазір иман келтіріп кетсең де бар емес, сен сияқты неше түрлі ысқақ шығады ғой ақыретке дейін. Жоқ, атеист еместердің бәрі малдар деп жүрсек дұрыс па, біздікі дұрыс емес па? Жоқ. Адам бұл жаратылдың адамсың ғой. Бірақ енді наданы болады да адамның да сен. Жоқ, біреуді сеніміне сенбеген үшін малға шығару надандық па, жоқ па? Оны білмедім мен ше. Мен өз басым адамды өзіммен бірдей жаратылған адамды мен айта алмаймын, бірақ Құдай айта алады да солай. Сен қара, дінге кірді, сен дінің арқылы қазір өзіңнің пікіріңнен айырылып қалғансың да. Сен адам ретінде, тұлға ретінде өз пікіріңді айтайын десең, өзіңнің дінің саған қайшы келіп қала ма деп қорқасың да, сол үшін сенде позиция жоқ. Жоқ, позиция емес, менде білім аздау болып тұр да, просто досконально саған. Мен сенен білім сұрап отқан жоқпын ғой, мен сенен біреуді не сұрап отырсың енді? сенімі негізінде адамды қара, біздің конституция бойынша сенімі негізінде, ұлты нәсілі негізінде адамды кемсітуге болмайды. Бірақ сен болады дегенге келісіп тұрсың да, мысалы. Жоқ, ол адамға болмайды ғой, ол Құдайға болады да солай. Мен сонда Құдай жіберді деп бір кітапты әкеп жазып қойып, бәріңді боқтап бұрылып, мал қылып отырсам бола ма? Сен енді бүгін шығарып алып ертеңге айта алмайсың ғой, ол давно баяғыдан келе жатқан. Жоқ, менің кітабымның Құдайдан кемегендігін дәлелдей алмайсыңдар ғой ешқайсың. Енді сенен кейін саған дейін де адам өмір сүрді ғой бауырым. Жоқ, қара, мен қара, мен бүгін түнде отырып, Құдай маған жіберді деп бір кітап жазып алып, ішіне бүкіл сендерді, мысалы, бүкіл шешелеріңнен, әкелеріңнен боқтайтын сөздің бәрін жазып алып, содан кейін оның неге мынандай кітап десең, жоқ, бұл Құдайдың айтқаны деп қашып кетсем бола ма? Қойшы, Құдай енді ондай мейірімсіз емес шығар, қандай Құдай болса. Жоқ, ол сөздерді Құдайдың жазбағанын да дәлелдей алмай қаласыңдар ғой. Жоқ. Короче, андай ғой. Стенаға қарап тұрасың да әңгіме айтасың ғой. О, стена саған жауап қайтпайды ғой, по-любому. Сондай болып тұрсың ғой бауырым. Мен саған бір айтатын әңгімем тек қана ше. Өз түсінігің өзіңде ғой. Стенаның пікірі болмайды, хан. Стенада мнение болмайды да. Сол айтасың да жауап қайтпайды да одан. Сен типа сондай болып тұрсың ғой. Жауап қайтпайтын емес. Сен стенада пікір болмайды. Қабырғаның пікірі бола ма, айтшы? Сен маған жауап берші, еркекше ше. Сен мысалға өзің стенаның пікірі болмайды, қара. Хан, стенаның пікірі болмайды, стенаға не жазылса, сол жерден стенадан соны оқисың. Сенде де пікір жоқ, саған не жазылса, соны сен ақиқат деп айтасың. Сенің жеке ойың жоқ, мысалы, сол мәселеге қатысты. Жоқ, мен дін туралында мен өзімнің ойымды айта алмаймын. Маған қалай бұйырылды, мен соны ғана айтамын. Иә, дұрыс. Иә, саған мысалы адам өлтіру норма деп жазып берсе, кітапқа оны да норма деп отырасың ғой. Насихаттап отырсың ғой. Ізіңе ерген адам мысалға сен айтып отырсың да қазір, мен пікірім жоқ, маған не жазса соны айтамын. Саған сонда ұлтыңа қарсы нәрселерді жазып берсе де сол дұрыс деп отыра бересің бе? Жоқ, басқа тема кірмей қойшы, мен саған айтып отырмын ғой, бірінші сұрақ. Жоқ, сен айтып отырсың ғой, маған қасиетті кітап не айтады, болды, сол маған дұрыс деп. Сенің ұлтыңа қатысты нәрселерді жазып берсе де, сен ұлтың үшін тұрмай, сол артықы дұрыс деп отыра бересің бе? Сен уже басқа тема ашып жатсың ғой, сен ұлтқа қарай кетіп баратсың ғой. Сен сол теманың іші саған егер Құранның ішінде домбыра харам деген сөз болса, домбыра харам деп отырасың ба, жоқ па? Жоқ, тыңдасай деймін, мен саған айтып отырмын ғой. Сен өзің ізіңе ерген адамдарыңа бір сен айдалаға кетпе, қашпа, мен саған нақты сұрақ қойып отырмын. Егер қасиетті кітапта сенің ұлтыңның құндылықтарын жоққа шығаратын сөздер болса, сен сол қасиетті кітаптың сөзіне еріп, ұлтыңның құндылығын жоққа шығарасың ба, жоқ па? Былай келеді да қанша оқырман сен ысқақ деп ізіңе ереді, на самом деле сен атың ысқақ емес қой. Хан, мен саған, сен не қашып отырсың, өтірік көрмей отыр деп отырсың ба? Жоқ, қашып отырғаным жоқ. Мен просто сөзім шығын қылғым келмейді да. Шығын келмейді емес, сен қорқып отырсың, сен білесің, сен сырттан келген идеология, сен өз ұлтыңа, сен біліп отырсың, сырттан келген идеология сені өз ұлтыңа қарсы қойса да, сен өз ұлтыңа қарсы шабатыныңды айтқың келмей отыр просто. Егер олай емес болса, сен айтатын едің. Мысалы, Құранда домбыра харам десе, домбыра харам деп шығасың ба, жоқ па?
Алланың бұйырған нәрсесі бар емес па? Біздерге сен оны жақсы білесің Дұрыс. ғой. Иә, Бірақ Алла сол егер нәрседен шығып домбыра кететін нәрсе харам болса, дейтін бәрі болса, харам онда меніңше. ұлтыңмен бірге кет, ары кет дейсің ғой, короче. Ұлтың қызықтырмайды Мен сені. мен үшін Алланың бұйырғанынан басқаның бәрі харам деймін. Алланың дұрыс. Егер домбыра харам десе, ол да харам болады. Мен үшін де Құдай харам десе харам маған. Дәстүр салтың бәрі харам десе, бәрі харам болады. Жоқ, дәстүр салт деген мен сен кәдімгідей ше андай екенсің бір картошка сататын қатындар сияқты ше іліп алып. До конца тұрсай позицияңда. Мен саған точка қойып тастадым ғой, Құдай не айтады, сол болды. Мен үшін. Красавчик. Я Құдай сен арабсың десе, я арабпын деп кетесің ба? Бірақ енді по факту араб емеспін ғой мен. Боласың ғой, бол десе. Жоқ, қалай бол деген болғанмен де бола алмаймын ғой мен. Қалай бола алмайсың? Еще как боласың сен? Тіліңді 5 минут алмады. Қаным қазақ қой өйткені мен қалай араб боламын. Саған ит бол десе болып кетесің ба? Жоқ, сен Құдайдың бол деген болады дедің ғой, неғып енді екі сөйлеп отырсың? Жоқ, енді мен өзі жаратылып қойдым ғой уже. Енді болды ғой енді бұл жаңаға жауап берші сен. Ізіңе ерген адамдарға қандай сенім айтасың? Сен атыңды да білмейді оны адам. Иә, ізіме ерген адамдарға былай деп айтам. Егер сырттан келген идеология сенің тіліңді, жеріңді, ұлтыңды, мәдениетіңді кемсітіп бастайтын болса, ол идеологияны қабылдама. Сырттан келген мәдениет саған ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін үйретуге тырысса, сенің тіліңді таптауға тырысса, мәдениетіңді жоюға тырысатын болса, ол идеологиялық экспансияға қарсы тұр. Мен соны айтам, артында ерген емес, тыңдап отқан адамдарға соны айтам. Ешқашанда сыни ойлауды жоғалтпа. Әрқашан күмәнмен қара, ізден, ойлан. Ақпарат деген қолжетімді. Ешкімге табынба тұлға ретінде, ешкімге 100% сенбе. Сырттан келген нәрсе, біздің қазақ мәдениеті, қазақ қоғамы өзінің құндылықтарын өзі анықтай алатындай шамасы бар. Бізге ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін арабтар келіп айтпай ақ қойсын. Өзіміздің де басымыз жетеді. Жарайды, сенің солай ғой. Енді жарайды, ол ой деп атсың, мысалға ше, айтып атам, ақыл деп атсың, соның бәрін олар кімден алады сонда? Қара, маған егер дін келіп, маған егер ислам діні келіп, домбыра себебі домбыра менікі, дін менікі емес. Ол дін менің жерімнен шыққан емес. Менің мәдениетімнен емес. Жарайды, сен түсінуің солай қойын, қалай қойын. Бұл жерде енді сен бәрі иман кетірмейсің. Мен бәрібір Құдай жоқ деп айта алмаймын, түсіндің ба? Құдай жоқ деп айтып отқан жоқпын, мен саған просто өз мәдениетіңді, сондай ғой, бұның өзі құндылықтарыңды қолда деп жатырмын. Ол жоқ нәрседе бұл андай болды деп ичарылдасып отыр ғой конкретно ше. Мен өзім сен өз сенімің өзіңе ғой, короче. Сенім емес бұл жерде. Сен сырттан келген жат діннің негізінде өз ұлтыңа қарсы сөйлеп отырсың да. Ой жоқ. Оны байқамайсың. Есіміңді айтшы, сен есіміңді айтшы. Жарайды. Мен атым Құдай берген. Қай жақта тұрасың сен? Шымкентте. Қай жерінде? Адресіне айта аласың ба? Желтоқсан 12-бада. Сен дайрегің ашық па? Иә. Номер қалдырсай, сөйлесек дұрыстап. Иә. Ертуарының андай керек жоқ. Бетпе-бет тұр сөйлесек конкретно ше. Иә. Бетпе-бет сөйлесіп не істейсің сосын? Ештеңе де істемеймін мен. Қатты сөйлесетін кроссовка киіп келесің ба, не істейсің? Ой, тасташы, балаң әңгімесін айтпа, не аласың ондай. Айтам ғой, енді халықты 500 адамның көзінше айта алмаған әңгімеңді енді дайындалып келейін деп атсың ба, не істейін деп атсың? Жоқ, дайындалып келейін деп атқан жоқпын. Былайша көзбе-көз әңгіме бөлек та, андай телефон артында әңгіме бөлек қой. Мен де ойыма келгенді айтып отыра саламын бәрібір. Ойыңа келгенді айтып көрсе, енді саған мүмкіндік берейік қазір. Сол жерде айтамын ғой. Ол кезде дайындалып келесің ба, типа? Ой, жоқ, не істеймін мен дайындалып келем. Сен де адамсың ғой, мен де адаммын. Мен 4 қолым 8 аяғым жоқ. Өзің сияқты адаммын ғой. Таң қаламын сендерден осы. Просто саған жаным ашитын өткенде бір эфирде отырсам андайда бір жас бала кіріп келіп тұрды, кішкентай бір 2-3 оқитын бала ма кіріп келеді да, аға осындай мен ысқақ осындай деп айтып жатыр, осындай әңгімесіне сенейін ба сенбейін ба деп екі ортада тұрды, анау жынды ғой ше.
ұлтымның мәдениетін қорғайын ба қорғамайын ба деп тұр ма? Ненің мәнісін не екенін әлі бала ғой, әлі білмейді да, просто адастырып жатсың қанша. Сен өзіңе жаның ашымай ма? Жоқ, егер деймін да, осының бәрі егер деген рас болып қалса, қанша адамның бәрін күнәһар қылып жіберейін деп тұрсың да сен ше. Сонда біз сонда өз ұлтымыздың мәдениетін, өз ұлтымыздың тілін қорғаған үшін күнәһар боламыз ба? Жоқ, сен мәдениетін басқаша қорғасай, сен мәдениетін қатты керек болса қорғасай, жан жақтан талап жатқан адамдарын басқаша қорғауға болады, обязательно дінге тиісу. Сен ғой талап жатқандардың біреуі сен емессің ба? Дінге тиісіп жатыр, сонда дінге тиісу керек па, айналып келіп. Талап жатқандардың біреуі сен ғой, мысалы, қазақтың мәдениетін талап жатқан біреуі сен. Жоқ, орыстарыңды тазалап ал деймін, саған айтамын. Баяғыдан келе жатқан орыстарын тазалап, сосын бір кірсе, арабқа жаңадан келіп жатыр ғой. Орыстарды тазалаймыз деп жүрген кезде сендер алып қойсаңдаршы бәрін. Ой, тасташы. Арабтың өзін саған сонда андай ма? Андай бүйтейін деп тұрсың ба? Типа, алдыңда тұрған адам, анаң қарашы құс ұшып бара жатыр деп шапалақпен тартып жіберетін сияқты подставной істейін деп жатсың ба? Ой, қойшы, тасташы. Орыстарды қарасай деп, орыстарды қараған кезде сен кіріп кетейін деп тұрсың ба, типа? Қайырлы түн, кіретін болса арабын баяғыда жаулап алады ғой сені. Қазақтың араб ол деген қазір ол қарусыз оны мәдени экспансия дейді, білесің бе? Соғыс деген тек қана қарумен жүрмейді. Не зәбір көрдің, айтшы, не зәбір көрдің? Кімнен? Араб деп жатсың ғой енді, не зәбір көрдің? Мысалы, арамыздан сен сияқты адамдардың шығуы, яғни арабтар маған не айтса солдың бәрі дұрыс, тіпті ұлтыма қарсы қойса да дұрыс дегендер зәбір көру емес пе? Арабтар дегенім жоқ, Құдай не айтса сол дұрыс деді, өтіп болмаса. Құдай саған через арабтар, сен қараш, Құдайдың саған бір әңгімелерді арабтар арқылы айтып отқаны күдікті емес пе? Арабтың өзін, жоқ, біздерге тек жолды тастап кеткен ғой болды. Жоқ, қара, саған арабтар, Құдайдың айтқан әңгімесі саған арабтар арқылы жетіп жатыр. Ортада арабтар өзінікін қосып бері қарай беріп жатыр деп ойламайсың ба? Жоқ. Мысалы, бүйтіп қара, давай, допустим, Құдай бар дейік. Құдай бүйтіп айтқан шығар. Мына әр адамға өзінің жері, жұмағы, әр адамның ең қасиетті жері, ол өзінің туған жері деп айтқан арабтарға. Арабтар алғанда, кішкене ойланғанда, ең қасиетті жер арабтың жері деп саған передавать етіп жүрген. Құдайдың сообщениесін бұрып жіберді деп ойламайсың ба? Хан? Иә. Солай ойламайсың ба деймін, Құдайдың сообщениесін арабтар өз пайдасына бұрып алды деп? Да, мен де сет дұрыс емес па, үзіліп жатырсың даусың бауырым. Құдайдың жіберген сообщениесін арабтар өз пайдасына бұрып алды деп ойламайсың ба деймін? Жоқ. Неге? Мен ойлаймын солай. Себебі пайда көріп жатқандарын көріп отырмын. Я тауық жұмыртқа туса деймін да, магазинде 4-5 тауық сатпайды ғой оны. Пайда тауып отқандарын көріп отырмын, соған қарағанда олар бұрмалап жүрген болуы мүмкін. Жұмыртқаның домалақ екенін бәріміз білеміз ғой, магазинге 4-5 тауық сатпайды ғой оны. Мен күдіктенбейтін едім, егер айтса, арабтар айтатын болсашы, әлемдегі ең қасиетті жер Түркістан деп арабтар өздеріне қатысы жоқ Түркістанды қасиетті қылып бізге келіп ақша шашып жүрсе, мен ол кезде сенуші едім де, мынау арабтар өздері пайда көріп отқан жоқ қой, оларға не пайда ондай айтып деп. Онда мен ойлаушы едім. Қазір қарасам, арабтар өзінің жерін қасиетті қылып, сол арқылы пайда тауып отқаннан кейін мен күдіктенемін да, уже что-то не то. Ол Құдайдың айтып қойып бізді алдап отқан сияқты. Ол Қытайдан шықса да, мысалы Түркиядан шықса да, сен осылай қойың мен по-любому. Жоқ, олай болмайды. Қарашы, мысалы арабтар бізге Құдай сообщение, бізбен Құдай сөйлесті, енді әлемдегі ең қасиетті жер Түркістан деп неге айтпасқа? Түркістан деп олар айтса, өздеріне қатысы жоқ, өздері пайда таппайтын бір жерді ең қасиетті қылып қойса, вот ол кезде кішкене логичный болады Құдайдың айтқанына. Ол қалай болады сонда, білмеймін ғой, сен қалай қалайды, түсінбедім мен. Енді қарашы, хан, енді хан, бәріміз базарда тұрамыз, бәріміз базарда тұрамыз, бәріміз алма сатамыз да, мысалы, бәріміз алма сатамыз. Енді Құдай бүйтеді, алдымызда бір сатушы келеді да, сол сатушыға Құдай біз сообщение жіберсе, базардағы ең әдемі алманы, ең тәтті алманы хан сатады деп айтса, және мен осы хабарламаны бұрмай тұтынушыға жеткізсем, ол алманы сенен алады ғой. Мен айтам, мысалы, Құдай айтты, ең тәтті алма ханда деп айтам. Ол маған ешқандай пайда жоқ, себебі ол сені алса, сен байысың да, мен ешқандай пайда көрмеймін ол жерде. Егер солай болса, мен шынымен де жіберетін едім де саған потребитель. Енді былай болып отыр. Құдай маған айтты,
әлемдегі ең тәтті алманы хан сатады деп айтты. Енді мен ойланып қалдым да, әлемдегі ең тәтті алманы ысқақ сатады деп айттым. Сосын анаған өз алмамды саттым. Бұл жерде күдіктенетін мәселе бар. Неге? Себебі мен пайда көріп отырмын да. Енді арабтар өздері пайда көрмейтін бір жерді ең қасиетті деп айтып жүрсе, вот сол кезде әңгіме басқаша болушы еді. А былай подозрительно да. Ол арабтар сен Түркістанда болу керек болса, Түркістанда өмір сүру керек қой арабтардың бәрі. Жоқ, олар өмір сүрмейтін жерді айту керек. Өйткені олар өзінікін айтып отқан жоқ, аян беріп отыр ғой, Құдай. Құдай аян берсе, қай жерде, любой жерде аян беріп жүруі мүмкін. Жоқ, любой жерде аян беріп жүр емес, ол жерден қанша нәрселер, оқиғалар болды ғой. Қалай пайғамбардың өзі сол жерде туылып, сол жерде Адам ата Түркістанға түскен деп айта салу не кедергі мысалы? Құдай біледі, оны мүмкін Түркістанда шығар ол. Сөйтіп айтып жүрген болса, біз пайда көретін едік, арабтар пайда көрмей бізге қарай. 24 пайғамбар болды дейді мысалға. 24 пайғамбар болды. Оның бәрі арабта болған жоқ қой. Ол 124 деген өтірік сан осы. Саған өтірік қой. Короче, тасташы, меніңше болмайды, таусылмайды. Құранда 21 деген ғана пайғамбар бар ғой, жалпы аттар. Жүрегіңе хидаят берсін. Сен мойындап тұрсың ғой, 21 пайғамбарды болды ғой енді. 21 деген аты бар ғой. 21 ма, 20 неше екен білмеймін. Миы ашып кетті ғой деймін ханның. Расымен де кішкене күдіктенетіндей жағдай бар ғой бұл жерде. Күдік бар да. Сомнение. Шығып кетті жағын сөйлесін деген Шығып кетті. Соны айтам да, күмәннен қарайық, кішкене күмәндану керек. Ё-май, 620 адам отыр ғой. Құдай бар дейді. Базар бар болса бар шығар. Бар деп айтуға негіз керек. Діндегі десең, діндегі Құдайды бар деп айтуға негіз керек. Без основы болмайды. Құдай жоқ деген сұрақ емес қой, ғалымжан. Сосын мен ғылыми ғана утверждение жасаймын деп айтады. Әл-Фарабидің ойыша дейді. Енді Әл-Фарабидің ойы да енді. Әл-Фарабиден кейін қанша замандар өтті. Жәнібек бокстасып жатыр дейді. Жәнібектің боксын көрейік. Көріңіздер дегенім. Мен көрмеймін. Қалайсың, Сәйкеу? Жақсы, өзің. Қазақты бір-бірімен қырылдырып бітетін болдың ғой сен бала. Қоймайсың ба мына ісіңді? Қазақты бір-бірінен қырылдырып дейді. Что-то имамдармен шатастырып алған жоқсың ба мен? Қазақты қырылдырудың көкесін айтайын ба, Ғалымжан мырза? Нұрсұлтан ұстаз былай деп айтты ғой. Естідіңіз ба? Мұсылман емес адамға ассаляму алейкум деп амандаспаңдар деді. Дұрыс қой енді. Әрине келсем. Жақсы. Енді қазақтың амандасуы ассаляму алейкум дегенге келсесің бе? Енді қазір ондай емес деп жүрген адамдар бар ғой, соларға арнап айтқан шығар Нұрсұлтан ұстаз. Жоқ, сенің пікіріңде ассаляму алейкум қазақтың амандасуы ма, жоқ па? Ассаламу алейкум деген түбі арабтікі ғой. Жоқ, қазақтар солай амандаса ма? Енді бабаларымыз солай амандасып келген мұндаға дейін. Қазір ғой сен сияқтылар шығып. Бабаларымыз солай амандасқан. Бабаларымыз неге бір-бірінен дін сұрап барып амандаспаған? Ол кезде мұсылман болған ғой, сендер сияқты қазіргідей адамдар болмады ғой. Бәрі мұсылман болған ба? Көбісі болған шығар, енді сендер сияқты болмаған.
менің ойымша енді мен білмеймін ол zaman танымайтын адамда всегда подозрение бар ғой. Сол үшін қазақтың сонда амандасуы ассаляму-алейкум емес, қазақтың амандасуы дініңне болып тұр ғой, иә. Қазақтар солай амандасқан, солай амандасу керек, дініңнеден басталады әңгіме. Дұрыс па осы? Дұрыс. Сайкеу, мен кімді білмеймін, Нұрсұлтан айтса айтқан шығар. Сайкеу, жаңағын айтшы, немен утверждение жасайсың? Сонда арабтың дінін мойындағандармен амандасасың да, мойындамағандармен амандаспайсың. Осындай уағыз жүріп жатыр, еще қазақта бір-біріне қарсы қойып жатқан мен да. Бұлар қазақта дініне қарап амандасуға шақырып жатыр имамдар. Әңгімені маған айтасыңдар да. Не деген 200-сіңдер? Енді ол жерде кәпір адамға барып ассалаумағалейкум деп амандаспайсың ғой, сен қазақсың. Басқа қазақ құдай жоқ. Қазақтың бір-бірімен амандасуын арабтан келген дінге сену-сенбеуіне тіреп қойған не деген берекетсіз адамсыңдар, Сайкеу, сен қара, сен өзің айтып жатсың, мен кәпірмін деп. Қабылдамауына тіреп қойған амандасады мұсылман адам келіп, ассалам. Сайкеу, сен өзің айтып жатсың, мен кәпірмін деп. Оған значит басқашалай амандасамыз. Қалайсың дейміз. Болды, не проблема бұл жерде? Қазақты сонда амандасуына дейін бөліп тастайтын. Қазақты амандасуының өзінде бөліп тастап отырған сендер емес па, іріткі салушы? Сендер өздерің араб құл деп жатсаңдар. Тәңіршілігімен қосылып. Жоқ, қараш, сонда мына қазаққа былай амандас, мына қазаққа былай амандас деп, өзіңмен тілі бір бауырыңа қалай амандасуды арабтар үйретіп жатыр ма саған? Сайкеу, сен өзің айтасың, арабтікін алмаймыз дейсің. Біз арабтың артына ермейміз дейсің. Ермесең, пожалуйста, болды. Соны айтып жатыр, ажат беріп жатыр. Ол ермейтінге. Сонда қара, сендер біз арабтың артынан еретіндер, біз өзіміз қазақтың ішіндегі бөлек кланбыз. Сендер қазақтың ішіндегі сенбейтіндер бөлексіңдер деген әңгіме ма? Тоқта, қалай басталып тұр әңгіме? Сендер өздерің емес па бөлініп отқан? Біз анау Абай атан айтсақ, Абай ата мен үшін ол бір... Жоқ, мен саған, біз қара, мынандай әңгіме айттық па, дініне, мұсылманға былай амандаспа деген әңгіме айттық па біз? Сайкеу, әуелде неден басталды? Сен сияқты жігіттер ашып эфирді. Біз арабтың артынан ермейміз, біздікі емес. Сосын көрдік біз, бұларға бұлай амандасу қажет емес дедік. Сендер өздерің ғой бөлінген, біз емес қой. Қарасай, сонда бөліну деген былай болып тұр ғой, Ғалымжан. Бәріміз дружно ештеңе демей, аузымызды жауып арабтардың артынан еріп баратыр едік. Ішімізден бір іріткі жасайтын оңбағандар шығып, біз арабтардың артына ермейміз деп бастады деген әңгіме ма? Енді біздің дініміз ғой бұл, қазақтың бабасы. Дұрыс, бәріміз үндемей, аузымызды жауып, үндемей, ақырын арабтардың артынан еріп бара жатыр едік. Ішімізден іріткі салған оңбағандар шығып, біз арабтардың артынан ермейміз деп ірітіп жатыр арамыз. Не үшін еріп баратсың сен? Сол жаққа баратын адамдар бар ғой, театрда. Жоқ, сендер кетіп баратыр едіңдер, іштеріңнен біз шықтық қой, сонда ірітіп. Немен еріп баратыр арабтың артында? Айтшы, Ғалымжан. Жоқ, сен өзің айттың ғой, біз бәріміз арабтың артында сендермен бірге ермейміз деп сендер шықтыңдар дедіңдер. Оказывается, оның алдында сендер бәрің дружно бүкіл қазақ болып арабтардың артынан еріп баратыр едіңдер. Сайкеу, манипуляция жасамашы адам мені. Публикада ойнамашы, Сайкеу. Өз сөзің. Сен әуелден білесің ғой кім бөлінгенін. Біз емес қой. Үйге бармай қойып сендер бөлдіңдер. Андай сабынсызсың, балық сияқтысың, ұстатпайсың. Сендер бөлдіңдер. Кім бөлді сені? Сен эфирді ашып, құдай жоқ деген мен ба, сен ба? Жоқ, қара, сендер өтірікті таратып, сондай әңгіме жасамасаңдар, қазақтың аспаптарын, мәдениетін Сайкеу, бұны қоя тұршы, мақұл. Мынаған айтып берші маған, жаңа утверждение дегенді айтып берші. Немен утверждение жасап? Утверждение деген мен жеке пікірім ғой. Иә. Қалай жеке пікірің? Дәлелсіз ба? Әшейін жеке өзің ба? Иә. Мен маған біреуге сенбеу үшін дәлел керек па?
дедің Сәке мына маған бір алаяқтарға сенбеу үшін дәлел керек па? сонда ғылым мен құдайдың қатысы жоқ қой. Сен өзіңнің жеке субъективті ой Айт, иә, конечно, мен мысалы сендердің айтып отқан дүниелеріңе сенбеуге маған бір дәлел керек па? Маған айтып отқан дүниелеріңнің қисынсыз екендігі маған жеткілікті сол. Мінсіз болса сендерді бәріміз мойындайтын едік қой. Әңгімелердің бәрі қисынсыз болған соң ішінде жүріп сол қисынсыздығынан шығып кеттік қой. шынымды айтшы, популизммен айналысып жүрген ғалымдардың солардың сөзіне ересің ғой, шыныңды айтшы. Популизм деген не? Ғылымда популизм бар ма, айтшы? Ой, Сен популизм бар деп айтатындай бір научный статья жазып көрдіңдер ма? Жалпы, или оны қалай жазылатынынан хабарларың бар ма? Сайкю, ой, бір ақылсымақ болмашы, толып тұр ғой. Сайкю. Ақылсымақ емес, давай. Ақылсымақ емес, маған вап дегенді білесің ба? Ричард Докинс сонымен жалпы айналысып жүрген жоқ па? Сен білесің ғой. Ричард Докинстің ғылыми танымдық кітаптары бар, научный статьялары бар. Научный статьяларын шығарып берші маған, неге шыққан, әлемдік журналдарға шыққан Ричард Докинстің ғылыми мақалаларын тапты. Міне мынау популизм, ешқандай ғылыми базасы жоқ, методикасында мынандай ошибка, литературный обзорында мынандай ошибка деп маған разбирать етіп беретіндерің бар ма? Популизм деген адамның естігісі келгенін айтып беру. Сен естігісі келгенін айтып берген мақалаң сенің өтпейді рецензия. Молодец, красавчик Сайкю. Именно осымен айналысады. Жарайды, маған Ғалымжан, саған өтініш. Маған Ричард Докинстің ғылыми журналға шыққан бір мақаласын тауып берді, соның популизм екенін дәлелдеп берші, көрейік. Қалай қайттан айтшы? Ричард Докинстің ғылыми журналға шыққан мақаласын тауып, сол ғылыми мақаласын маған жіберді, содан кейін соның популизм екенін дәлелдеп берші. Яғни методологический жағынан дұрыс емес, ақпараттық жағынан дұрыс емес, нәтижелері, яғни методы, результаты деген бөлімінде өтірік методтар мен өтірік нәтижелер шығарған, немесе әдебиетінде өтірік ғалымдарға сілтеме жасаған деген сияқты рецензирование жасап көріңдерші, көрейік сендерді. Осыны алып кеп берсін, осы сөздеріне қайтасың ба мына Құдай жолы? Қайтам. Ғылыми мақала. Қара. Білесің ғой, иә? Тоқтай, Ғалымжан, мен саған сразу айтам. Ғалымжан, тұра тұр, қара. Сен тыңдап ал талаптарды. Талап ғылыми популярный кітап емес, научная статья. Ричард Докинстің ғылыми мақаласын әкел. Сосын соның ғылыми мақаласын introduction, кіріспеден бастап заключениесіне дейін разбирать етіп, мына жерде мынандай методологический өтіріктер бар, мына жерде мынандай результаттар өтірік шығарылған, мына жерде мынандай әдебиет көздері өтірік. Осылай разбирать етіп, бұл жерде ол өзінің зерттеуінің нәтижесін емес, халық естісі келген бір өтірікті айтты деген дәлелдеп берсеңдер, мен ойымнан қайтам. Шамаларың келе ме осыған? Әдебиеттерінен алып кеп берсем қайтасың ба? Әдебиет деп айтқан жоқ, мен саған ғылыми мақаласын алып келесің. Әдебиеттерін санамаймыз ба? Сен маған айттың ғой, ғылымда, сен маған әдебиетте деп айтқан жоқсың, сен маған ғылымда популизммен айналысады деп айттың. Ғылым деген ол ғылыми танымдық не емес, ғылым деген ол научный журналдар, ғылыми журналдар, ғылыми мақалалар. Қара, оны негізгі бұлай жалпы ғылым деген қазіргі ғалымдар қауымдастығы бар ғой, негізі саясатқа тәуелді, білесің ғой оны? Қандай саясатқа тәуелді, қай жерде? Білмеймін, Америка, мүмкін батыстың әйтеуір бір саясатына тәуелді. Кейбір мақалаларды шығармайды, кейбір теорияларды айтпайды, бірден жоққа шығарып шығармайтын қаяқтан білесіңдер ол? Өйткені ғалымдардың сөздері бар. Иә, ол ғалымдардың сендер шықпай қалған мақаласына аналитика жасадыңдар ма өздерің? Аналитика емес, олар өздері айтып тұр. Мысалы қара, мен бір неудачник ғалым болатын болсам, немесе мен бір ерігіп бір статьяны жазып, нашар статья жазып қойсам, ол рецензиядан өтпей қалса, одан кейін мен барып сендер сияқты жалпы халыққа шығып алып, мына журналдың адамдары деген мен жек көреді,
мынау мені ұнатпайды, сондықтан мен журналымды шығармай жатыр деп айтам. Бірақ сендер соған сеніп қаласыңдар да, мына журналдың руководствосы оңбаған екен деп ойлайсыңдар да. А на самом деле менің өзімнің статьям слабый болуы мүмкін ғой. Сендер ол шықпай қалған статьяларды оқыдыңдар ма? Болса, Сайкю, умеешь говорить, умеешь слушать дейді ғой орыстарда. Кішкене сөз берші айналайын, эфир сенікі білем. Бірақ бір ғалым болса, мен айтар едім, сенімен келісетін. Бұндай бірнеше ғалым бар, түсінесің бе? Давайте, қараңдар. Сол бірнеше ғалымның, жақсы, бірнеше. Давайте енді қара. Бірнеше ғалым дегенде 3 ғалымды алайық. 3 ғалымның өтпей қалған статьяларын табыңдаршы. И табыңдарда сендер анализировать етіп, мына журналға подавать еткен, ол журналдың мына кездегі талаптары мынандай болған, және оған рецензент болған адамдар мынандай. Бұл рецензенттер некомпетентный, немесе олар бұрмалаған, және олар рецензенттер жаңа мақаланы қайтару кезінде обосновка ретінде нені берген. Бұл оңай тірлік емес. Давайте осымен айналысыңдар, көрейік. Құр сөзбен атса бермей. Жаңағы ғалымның шықпай қалған статьясын табасыңдар біріншіден. Екіншіден сол статьяға рецензент болған адамдарды қарайсыңдар. Одан кейін рецензенттер ненің негізінде ол мақаланы қайтарғанын көрсетесіңдер. Статьяны ашып оқисыңдар. Рецензенттің претензиясы рас па, жоқ па, оны қарайсыңдар. Методически оқып көріңдер. Вообще миларынан түтін шығып кететін шығар, оны мен де түсінбеймін. Ол жерде сене беруге болмайды көрінгеннің сөзіне. Егер наука дейміз ба, давайте научный методын будем қарайық соның бәрін. Сайкеу негізі Томас Кун бар, мен білем. Жақсы, Томас Кунның қай журналға қандай мақаласы өтпей қалған, оған кімдер рецензенттер болған, рецензенттер қандай основамен қайтарған, осыны әкеліңдер давай. Мен саған былай алып келем бір эфирге қазір. Алып кел. Мен айтып отырмын ғой. Сол мақаласын алып кел. Мақаласын қай журналға подавать еткен, ол журналға рецензенттер кім болған, давай бәрін. Сайкеу қарашы, сен негізі бір тарапты ғана қарайсың, иә? Бұлай қарамайсың ба? Бір тарап емес, мен әділ критерий қойып отқан жоқпын ба? Егер журналға өтпейтін болса, айтып отырмын ғой, журналдар деген индекс деңгейі бойынша бағаланады. Ол Q1 журнал ма, Q2 журнал ма, Q3 журнал ма, мысалы, деңгейлер болады журналдардың. Q3, Q2, Q1 деген сияқты. Q1 ең авторитетті журналдар. Сосын индекс деген болады. Өз индекс деңгейлері бойынша ол жоғары деңгейдегі журнал ма, төменгі деңгейдегі журнал ма. Бұның бәрін қарау керек. Мен объективный не беріп отырмын, критерий. Осы критерийлер бойынша бағанағы мақаласы өтпей қалған ғалымды ақтап алыңдар, базар жоқ. Жандарыңа бір адамдарды алып алыңдар, түсінетін. Адамдардың сөзіне сене бермеу керек та оны. Мен де айта беремін ғой, мақалам өтпей қалса рецензенттер жаман деп. Өйткені менікі өтірік шығар. Сен айтасың ғой, өйтіп айта бересің ғой, мен айта берем, бірақ ол ғалымдардың қауымдастығында болған болса. Ол ғалымдар айта бермейтіндей танысың емес қой сенің де. Өзі жазып тұр ол мақаланы. Көрген жоқсыңдар ғой, не мақала жазған, мүмкін сандырақ жазған шығар. Ғалымның бәрі мықты мақала жаза береді деп ойлайсыңдар ма? Мен саған скриндап өзің былай жекеңе жіберіп қойшы, соны қарап шығыш. Айтып отырмын ғой, ол оңай тірлік емес. Мен айтқан критерийлердің бәрін алыңдар, содан кейін барып сөйлеңдер сол. Жақсы, мен саған оны жіберем. Сен анау жаңағы утверждение өзім ақылыммен жасайын дедің ғой, негізі Құдайдың жоқтығын ғылыммен ешқандай дәлелденбейтінін білесің ғой, иә? Ғылым айналыспайды ғой мен. Тек қана әркім өзінің ойымен айта береді, жоқ деп. Дұрыс па? Әрине, сендер бар деп айтып жатсыңдар, мен оған сенетін негіз көріп тұрған жоқпын. Неге айтпасқа? Тем более сендер бар деп атқан Құдайдың мен бәленбай минусын көріп тұрсың. Жамағат жалпы ғылым деген қызық нәрсе, бірақ өте қиын. Шыны керек. Ғылым қызық, бастауыш деңгейде ғылым қызық, бірақ жоғарылаған сайын ғылым өте қиындай береді. Бағана біз айтып жатырмыз ғой, научный статьялар депші, ол научный статьяны түсіну мүмкін емес. Түсіну мүмкін емес. Бұл кісілер айтып жатыр ғой, жаңағы ойбай оның ғылыми мақаласы өтпей қапты деп.
ол ғылыми мақаланы академиялық деңгейдегі бағанағы топ деңгейдегі ғылыми мақаланы оқып түсіну нереально, мүмкін емес. Сол саланың маманы болсаң және сол саланың тура сол бағытымен айналыссаң, сол кезде ғана түсінесің. Жалпы салалық жекелеген салаларға қатысты мақалаларды оқып түсіну мүмкін емес. Тіпті тарихқа қатысты біздің мына Жақсылық Сәбитов деген ғалым бар ғой, соның ғылыми мақалаларын ашсаң түк түсінбейсің. Ана жердегі зерттеулер, шолулар, ана данныйларды қалай разбирать етеді, ол нереально түсіну. Бізде бір оп-оңай сияқты қылып айта бергісі. Сосын ғалымдардың бәрі идеал емес, ғалымдар да біз сияқты адам ғой. Сәбитов тарихшы емес дейді. Сәбитов деген Қазақстандағы тарихшылардың ішінде Хирш индексі бойынша топ 3-ке кіретін ғалым. Қалай тарихшы емес ол? Халықаралық журналдарда мақаласы ең көп шыққан тарихшылардың біреуі. Тарихшылардың ішінде топ 3-ке кіреді. Хирш индекс бойынша. Сол Сәбитовты тарихшы емес, анау мынау деп айтатындарға таң қаламын. Кішкене қарасаңдаршы іздеп. Кім екен? Қабірге барғасын қатты өкінесің дейді. Өкініп атқандар хабарласты ма? Норм бой болмайтыны былай карттан-ақ белгілі. Той бокс болып жатыр ма? Что-то Құрбанбаев жоқ қой, басқа эфирде отыр ау деймін, Сәбитов Қариннің продуктысы дейді. Қариннің өзі негізі былай білім